Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге дәмі өте керемет ерекше болып шығатын Рафаэлло тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 дана жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне қантты, қопсытқышты және ерітілген майды салып, жақсылап араластырамыз. Кейіннен үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міне дәл осындай масса болған кезде қолымызбен алып қамырымызды илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін пакетке салып, холодильникке 30 минутке қойып қоямыз. Енді осы кезде кремімізді дайындаймыз. Қаймақтың үстіне шоколадты салып, жақсылап араластырып ерітеміз. Міне дәл осындай масса болу керек. Ерігеннен кейін бөлек ыдысқа құйып аламыз. Енді творожный сырдың үстіне сахарный пудрамызды салып, илекштен өткіземіз. Миксермен араластырамыз. Кейіннен үстіне сливкемізді құйып, тағы да араластырамыз. Творожный сыр мен сливкиді араластырып болғаннан кейін шоколадты қаймақты массаны бірге қасықпен жайлап салып араластырып тұрамыз. Міне креміміз дайын. Енді креміміз дайын болған кезде үстіне 2 ас қасық кокосовый стружканы салып, жақсылап тағы араластырамыз. Енді холодильниктен қамырымызды шығарып, теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Мен қамырымды 5 бөлікке бөліп алдым. Енді осын бір қамырымызды алып, үстіне пищевая пленканы төсеп, қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызға формасын беріп, артық қамырларын алып тастаймыз. Және қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша 10 минуттай пісіріп аласыздар. Мінекей мен корждарым дайын. Енді тортымызды жинай берсек болады. Енді подложкамызға коржымызды салып, кальцоны кигізіп, кремімізді құйып, тортымызды жинаймыз. Әр коржының арасына 2-3 қасықтан кремімізді құйып отырамыз. Дәл осылай қастың көмегімен бір тектетіп кремімізді жайып шығамыз. Ең соңғы коржымызды салғаннан кейін кальцоңызды алып тастаймыз. Қалған креміміздің барлығын үстіне құйып, шетіне барлығына крем жағып шығатын боламыз. Жинаған кезде абай болыңыздар, корждарымыз біріне сырғуы мүмкін. Сондықтан мұқият асықпай кремімізді жағып шығамыз. Кремімізді жағып болғаннан кейін үстіне кокосовый стружкаларды сеуіп шығамыз. Кокосовый стружканы үстіне, шетіне, барлық жеріне сеуіп шығамыз. Кокосовый стружканы сеуіп болғаннан кейін міндетті түрде холодильникке 7-8 сағатқа қойып қою керек. Сол кезде тортымыздың кремі өзіне сіңіп, дәмі ерекшелене түседі. Міне Рафаэлло тортымыз дайын. Егер де сіздерге менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, және де алда жаңа видеоларды өткізе алмау үшін қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.